Құрметті менің ауылдастарым, бұрынғы Семей облысы Шұбарт ауданы Башатас ауылының тұрғындары, мектеп ұжымы, өзім кезінде сол мектептен білім алдым, сол мектепте жұмыс жасадым. Солған бір ғасыр толып отыр, құрметті менің ауылдастарым. Менің қасымда Қазақстан Республикасының танымал азаматы, жұлдызы, Айткүл Қанат Құдайбергеновтер, өздері актер, өздері әнші. Енді ұлдары Ерболат, қазақтың жігіттері деген әнмен бүкіл әлемге танымал. Осы азаматтардың бір-екі ауыз тілегін ауылдастарыма жолдағанды жөн деп шештім. Қош келдіңіз. Берекелі, міне Шұбарт өңірінде бір білім ордасы ғасыр жасап жатыр екен, құтты болсын. Одан шыққан шәкірттер бәрі әлемге әйгілі, үлкен, ұлағатты шәкірттер болып өссін. Енді бір ғасыр деген оңай жыл емес, сондықтан ары қаратай жалғасып, 1000 жылдыққа дейін созылсын. Мектеп білім ордасы, сондықтан да сіздерге осы мерекелеріңіз құтты болсын деп, шәкірттеріңіз бүкіл Алаштың ардақты азаматтары Алла нәсіп етсін. Құтты болсын тойларыңыз, ғасыр тойларыңыз. Сіздермен бірге болған Алаштың ұлы Қанат Құдайбергенов. Рахмет. Құрметті менің жерлестерім, ауылдастарым, Семей облысы Башатас ауылы бір ғасырлық той, менің мектебім. Одан кейін ол мектептегі бір жылда жұмыс жасадым. Ұстаздық еткен жалпы демекші, менің қасында Қазақстан жұртшылығына кеңінен танымал, өздері әнші, өздері актер, актрисалар, жаңағы интервью алған Қанат ағамыздың Құдай қосқан қосағы тұр. Осы мектебімді айтулы мерекесімен осы кісінің өз аузынан құттықтағанын тыңдаңыздар. Құрметті Башатас ауылы. Мынау сіздердің келе жатқан 100 жылдық мерейтойдарыңыз. Мынау ұстаз, мектеп деген ең бірінші орынға жоғары дәрежеде қоятын ұстаздар, мынау төл мерекелеріңіз құтты болсын. Осы 100 жылда осы мектепте қаншама түлек ұшып, қаншама біздің қазағымыздың ұл-қыздары ұшып, кереметтей ғалым, академик шығарған осы мектеп міне бүгін енді кереметті тойын өткізіп жатыр екен. Өте қуаныштымыз. Қуаныштарыңыз ұзағынан болсын. Еңбектерің жемісті болсын, берекелі болсын. Еңбектеріңіздің жемісті. Аман болыңыздар, сау болыңыздар. Жасай беріңіздер. Сіздермен бірге болған әнші қыздарыңыз, әншілеріңіз Айткүл Құдайбергенова.